Қаңтар оқиғасына байланысты елімізде 1400-ге жуық адам сотталды. Бас прокуратура қаңтар оқиғасына байланысты елімізде 1396 адам сотталғанын мәлімдеді. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі Қазинформға сілтеме жасап хабарлайды. Ведомство ақпаратына сәйкес 574 адам жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқаны үшін сотталған. Қаңтар оқиғасына қатысты тергеу әлі жалғасып жатыр. Қазақстан Республика қылмыстық процестік кодекстің 201 бабы талаптарына сәйкес мәліметтер жария етуге жатпайды. Дегенмен аталған оқиғаға қатысқаны туралы жеткілікті дәлелдер алынған тұлғалар қазіргі уақытта қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бүгінде 1396 тұлға, оның ішінде 574 адам жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқаны және ұйымдастырғаны үшін сотталды делінген хабарламада. Сонымен қатар 12 азамат жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған үшін бас бостандығынан айырылды. Осынау қайғылы оқиға кезінде 2960 қару ұрланды. Оның 1000-нан астам табылды. Қалған қаруды іздеу жалғасып жатыр деп анықталды. Бас прокуратура өкілдері. Еске салайық, бұған дейін Алматы қаласында 5 қаңтарда қаңтар оқиғасының 2 жылдығына байланысты белсенділер мен қайғылы оқиғада құрбан болғандардың туыстары жиналып, Құран бағыштағаны туралы жазған едік. Қаза болғандардың кейбір жақындары туыстарының жазықсыз жан тапсырғандарын айтып, биліктен әділдік талап етті. Белсенділер әлі күнге дейін шындықтың ашылмағанын алға тартып, бұған үкіметті кінәлады.